К5 қаян 5 болмау үшін не істеу керек екенін қазір айтып түсіндіремін. Кладыштарың жабысып қалмау үшін мына екі объем турбо. Міне бұларда мынандай май сорғыш болады. Май сорғыш, діріл басқыш бір денеде жүреді, бір корпуста жүреді. Міне бұлар жөнді сорамайды майды. Бұл осы мынандай проблема болмау үшін екі объем тікін атмосферный Kia Optimaның атмосферный діріл басқышы жоқ, таза май сорғыш саласындар өзі. Оның мына тістері дәу болады, вакуумды жақсы создавать етеді, жақсы сорады, короче. Соны саласындар. Мен Kia Optimaға 2-4 атмосферныйға сол мынаны шешіп тастап, осының кесірінен стук болған оларда. Соны шештім де лақтырып тастап, айттым екі объем тікін салайды. Падонымен жан дегендей бәрін салдық, діріл басқышы. Сонымен олар рахаттанып мініп жүр әліге дейін. Қанша жыл болған білмеймін, бір 3-4 жыл болып қалған шығар уже. Или 4-5 жыл болып қалды ма. Бір рет хабарласқанымда 100 000-нан асып кетті пробег. Нормально деді ғой. Мынандай насостармен сендер, короче, міне көздерің естудан ашылмайды, жабысып қалады кладыштарың. Өйткені өте сенімсіз, ненадежный насостар. Мына шестеренкалар ойыншық. Мына тістері әшейін ойыншық. Жигулидің өзінде осындай косозубый насос тұрады, массин насос. Бірақ оның өзінде ол бет жоғары қарап тұрады. Мынандай ғой, где-то білмеймін 4-5 сантиметр ма. Осындай ірі тістер болады. И жан дегендей мына осы тістері ұзын болады. Сондықтан міне осындай проблема қайталанбау үшін уақытысында әлі моторлардың стук бермей жатып переделка жасап тастау керек. Мына осының бәрі денесі, соның корпусы. Мынандай кладыштары міне бәрі кетеді желініп. Бұны мен енді көбінесе шешіп лақтырамын. Мына кладыштар базарда бар жоғын білмеймін. Карситиде бар ма жоқ па білмеймін. Негізінде оны ауыстырғанмен даже шейкалары, мойындары желінбеу керек. Мынаны енді былай көзбен қарағанда визуально дейді ғой. Былай тырнақ ілінбейді. Бірақ сонда да бұл насосты ауыстырып тастайық деп айтып жатыр мына таныс көршілерім. Мынау қайталанады, мына қазір жинап келатырмыз. Мынау қайттан осы қайталанады деп айтып түсіндіріп жатырмын да. Мынаны шешіп алып тастап, екі объемның атмосферный тікін без балансира саламыз деп тұрмын да. Сол кезде проблема бұлардың шешіледі.